Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кішкентайымда оңай болған үшін жасайтын, ал қазір үйге күтпеген қонақтар келгенде өте жылдам дайындалатын, дәмді, әсіресе жаздық, себебі ешқандай духовканы қажет етпейтін сүйікті пирожное мозаика дайындаймын. Үлкенде ыңғайлы ыдысқа жылы сүтті құйып, кішкенесін алып қаламын. Үстінен ерітілген сары май, қант және какаоны қосып, венчикпен жақсылап араластырамын. Енді басқа бір ыдыста печеньелерімді майдалап аламын. Яғни қатты үгітпеймін, ұсақ майда бөлшектерге бөліп шығамын. Әрине печеньені кез келген түрін жасауға болады. Мен кейде әр түрлісінен қалып қалған печеньелердің барлығын біріктіріп жіберіп, осындай десерт дайындаймын. Печеньені сүтті массаға саламын. Осында қосымша ингредиент ретінде үйіңізде бар құрғақ жемістер немесе шоколад бөлшектерін салсаңыз болады. Менде қуырылған жаңғақтар. Араластырамын. Осы жерде жаңағы алып қалған сүтіміздің керек болып болмайтындығын шешеміз. Жақсылап араластырғаннан кейін массамыз егер әлі құрғақ болса, бір-біріне жабыспай тұрса, онда жаңағы сүтті құямыз. Немесе мендегі сияқты қажет болмауы да мүмкін. Енді пищевая пленкамызды жайып, бетіне массаны орналастырамын. Толық рецепті әдеттегідей описание бөлімінде қалдырамын. Егер каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Енді жан-жағынан орап, қолымызбен тығыздап, формасын келтіреміз. Мен осылай домалақ күйінде қалдырмай, үшбір формасын беремін деп шештім. Ол үшін видеодағыдай қолмен формасын келтіремін. Дайын болуына аз қалған пирожныйды мұздатқышқа 35-40 минутқа жіберемін. Пленкасын абайлап ашқаннан кейін бөлшектерге бөліп ұсынуға дайын. Бірақ мен әдемілік үшін және де қосымша дәм беру үшін жандарын кокос ұнтағымен әсемдеп шығуды жөн көрдім. Осындай жасалуына бар болғаны 10-15 қана минутыңыз кететін керемет десертіміз дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұрып, әрі дәмі тіл үйіреді. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.